Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге екі ақша табу жолын айтатын боламын. Біріншісі приложение. Ол приложениені дұрыс қолдану арқылы сіздер 30-40 долларға дейін ешқандай қиындықсыз таба аласыздар. Ал екіншісі сыйлық розыгрыш деп айтуға болады. Ол жерден сіздер 25 долларға дейін ала аласыздар. Сол себепті де видеоны міндетті түрде басынан соңына дейін көріңіздер. Сол кезде барлығын басынан аяқ түсінесіздер. Ал енді каналға әлі тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліңіз, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қоюды да ұмытпаңыз. Одан бөлек білесіздер, бізде әр апта сайын розыгрыш болады, яғни жексенбі күні жауаптары шығады. Лайк басып, коммент жазып, видеоны қарап жүрген 3 адам 1000 теңгеден ұтып отырады. Ал енді қараңыздар, біріншісі дәл осы приложение, бұл социальный сеть деп айтуға болады. Ссылкасы менің телеграм каналымда болады. Бұлай қарайтын болсаңыздар, көргендеріңіздей 4-6 жұлдыз, өте көп скачивание, одан кейін 12.000 отзыв жазылған. Яғни 1 миллионнан астам адамдар өздеріне жүктеп алған, 12.000 отзыв жазылған. Отзывтардың барлығы жақсы. Ал қазір мен сіздерге осы приложениені ашып көрсететін боламын. Жаңа айтқандай, бұл дәл ВКонтакте сияқты социальный сет, өзінің монетасы бар. Монетасы биржаларда сатылымға шығып қойған. Дәл осы социальный сет арқылы біз осы монетаны жинап шығарып аламыз. Бұл жерде ақша табудың жолдары көп. Мен сіздерге қазір айтып беремін. Және де бұл жерде өте жақсы акция болып жатыр дәл қазір. Мысалы, бізге пост салғанымыз үшін, постымызды адамдар көріп лайк басқаны үшін монеталар төлейді. Қателеспесем, 2-3 монетадан төлеп отырады. Одан кейін өздерінің NFT marketplace бар. Яғни бұл жерде NFT-ларды алып сатуға болады, бірақ NFT-лары өздерінің көргенде қымбат. Бұны осы социальный сетте отырған адамдар өздері жасап шығарған. Немесе просто өздеріңіз көргенде өтірік NFT-лар в основном. Өздеріңіз қараңыздар. Менде аккаунт бар дәл қазір, Gmail почта арқылы тіркелесіздер, ешқандай қиындық жоқ. Бір пост салғам, өте ұзақ уақыт алдым деп айтуға болады. Бұл жерде енді пост салып, лайк басудан басқа қалай ақша табу жолы бар. Қараңыздар, мой кошелек деген жерге кіресіздер. Одан кейін достарыңызды шақырасыздар. Әр шақырған досқа 600 монета береді. Мен қазір бір адам шақырып көрдім. Міне 600 монета береді. Пригласить друзей деген жерге басасыздар. Өз жерден ссылка копировать ете аласыздар ссылкаларыңызды и достарыңызды шақырасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Абуз жасауға болады. Көп адам менен сұрап жатыр, қалай абуз жасайды деп. Абуз сіздерге шынымен қызық болатын болса, комментарий міндетті түрде жазып кетіңіздер. Мен бүгін телеграмға пост шығарамын, немесе бізде екінші канал бар. Ешкім қарамайтын, және де ешқандай видео салынбайтын. Может, сол каналға абуз жайлы толық видео жасап шығарам. Мен абузды тек қана компьютермен жасаймын. Компьютерда эмулятор бар, Nox деген. Яғни компьютерді телефонға айландыратын приложение. Сол арқылы жасаймын. Одан бөлек проксилар сатып алу керек. Олар тиын тұрады. Одан бөлек Gmail почталар керек болады, номерлер керек болады. Барлығын сайттардан сатып алуға болады. Мен сіздерге, шынымен сіздерге қызық болатын болса, міндетті түрде телеграмға пост жасаймын, немесе сол екінші каналға видео қылып толық жазып шығарам, қалай абуз жасайтын. Енді бұл жерде қараңыздар, 5 дос шақырсаңыз 2,5 мың монета береді, 10 дос шақырсаңыз 5 мың, 20 дос шақырсаңыз 20 мың, 100 дос шақырсаңыз 200 мың монета береді. Қазір монетаның ценасын көрейік, және де қандай биржаларда сатылады, соны көреміз. Мен дәл қазір монетаның ценасы 0,068 тұрады екен, 3,068. Және де рынокқа кіріп қарайтын болсақ, осы Probit Global деген биржада сатылады, одан кейін Lato Coin деген DEX-та сатылады екен. Қазір ценасын есептеп көреміз. 200 мың токен мысалы қанша болуы мүмкін? Мен дәл қазір 200 мың токен есептеп көрдім. Примерно 136 доллар болады. Ол деген 70 мыңдай, 60 мыңнан сәл асады. Ал енді бізге ол 200 мың монетаны алу үшін қанша аккаунт ашу керек? 100 дос шақыру керек, немесе 100 аккаунт ашуымыз керек. 100 аккаунт ашу негізінде 3-4 сағат уақыт алады. Бірақ риск бар, әрине сіздің аккаунттарыңызды неактивный деп ақша төлемей қою мүмкін, немесе сізді просто банға жіберу мүмкін. Ең үлкен минусы сол абуздың. Кей кездерде болады, кейбір сайттар болады, мысалы абуз жасаған үшін ақша төлейді, немесе кейбір сайттар просто банға жібереді. Оны қалай біледі абуз екен? Потому что мысалы сізден келген адамдар неактивный болған үшін вообще кірмейді сайтқа, себебі ол аккаунтыңызды сіз ұмытып кетесіз. Мысалы 100 аккаунттың бәрімен кіріп, күніге лайк басып, немесе пост салып тұру ол мүмкін емес деп ойлаймын. Бірақ кім біледі, дәл қазір бүкіл российский блогерлер болсын, басқа адамдар болсын, дәл осы приложениені абуз жасап жатыр екен. Енді ақшаны қалай шығарамыз? Басамыз, вывести токен деген басамыз. Одан кейін бұл жерде эфириумның блокчейнінде жасалған себепті де бізге эфирға шығады. Эфирдің сетіне шығады. Metamask керек. Metamask кошелек, эфир деген сет ашасыздар и сол арқылы шығарасыздар. Мысалы, продолжить деген басамыз. Бірақ минимальный сумма бұл жерде тағы да айта кететін нәрсе, мысалы 5 мың деп жазсаңыздар 50 мың токен.
яғни 50.000 токен болғанда ғана шығарып ала аласыздар. 50.000 токен деген 50-60 доллардай болады. Одан аз ақшаны сіз шығарып ала алмайсыз. Одан кейін адрес кошелька эфириум деп тұр, осы жерге метамасктағы эфириум кошелегіңізді жазасыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Дәл қазір ақша шығып тұр. Ал енді қараңыздар, екіншісі бұл раздача. CoinMarketCap'тан. CoinMarketCap всегда 100% әділ өткізеді барлығын. Сол себепті де қатысқан дұрыс деп ойлаймын. Бұл жерде 25 долларға татитын NFT ұтып алуымыз мүмкін. 1200 адам ұтып алады, бірақ 10.000 шақты адам қатысып жатыр. Сол себепті де ұту өте қиын деп ойлаймын, бірақ мүмкіндік бар. Мүмкіндік әрқашан бар, білесіздер. Сіздер не істейсіздер? Ең бірінші просто осы whitelist готово деген басасыз, одан кейін осы жерге готово деген басасыз, осы жерге готово деген басасыз. Ештеңеге тіркеліп ешқандай нәрсенің қажеті жоқ. Просто токенге избранныйға қойып қоясыз токенді, сол сияқты барлығын готово деп басып жасыз. Одан кейін Binance Smart Chain адресіңізді аласыз. Оны қай жерден аласыздар? Оны Trust Wallet'тан алсаңыздар болады. Қазір мысалы Trust Wallet'ке кіреміз. Если CoinMarketCap'қа сіздер регистрация жасамаған болсаңыздар, CoinMarketCap'ның ссылкасы тұрады мен Telegram каналымда. Сол жерден CoinMarketCap'қа да регистрация жасасаңыздар болады. Қазір міне жоқ бермейміз. Binance Smart Chain міне получить деген басасыздар. Токен аламыз. Артқа қайтамыз. Осы жерге вставлять етеміз. Сосын осылардың барлығын жағып шығамыз. Міне барлығы жағып шықты, кеттік. Міне бастық. Капчаны толтырамыз. Болды. Если міне қазір сіз бір NFT аласыз деп тұр, 15 декабрь күні, яғни жауабы шығады. Сіз алсаңыз Trust Wallet'ке NFT түседі.